Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай үлпілдек, өте дәмді булочкидің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға су мен сүтті араластырып, аштығымызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді қалған заттарымызды қосамыз. Менде мұнда жұмыртқа, май және шекер мен ванилин. Одан кейін ұн. Ұнымызды осылай бөліп салатын боламыз. Бетін жауып, көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. Мінекей осылай болып көтерілді. Бір басқаннан кейін жасай берсеңіздер болады. Үстелге кішкене ұнымызды сеуіп, қамырымызды түсіріп, мінекей қандай әдемі қамыр болып шықты. Енді өзіңізге ыңғайлы етіп бөліп аласыздар. Мен 3 бөлікке бөлдім. Бірдей болғанын қаласаңыз, осылай өлшеп алсаңыздар болады. Менде 45-50 граммнан болды. Өзіңіздің қалағаныңызша орасаңыздар болады. Мен ораудың 3 тәсілін көрсететін боламын. Қамырымыз жұмыс жасауға өте ыңғайлы, қолға жабыспайды. Осылай рогалик түрінде орасаңыз болады. Ортасына мей салсаңыз тіпті керемет болады. Енді осының үстіне бір жұмыртқаны жарып, бетіне жақсаңыздар болады. Мен тек жарты бөлігіне ғана жақтым. Сіздерге айырмашылығын көрсетуге. Негізі өзім піскеннен кейін жұмыртқа мен шекерді араластырып бетіне жаққанды ұнатамын. Енді 180 градуста 20 минут пешімізге саламыз. Мінекей мынау піскеннен кейін жағылғаны әдемі өте.
өте жұмсақ болып шығады, өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер, және менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта 15 минутта көтерілетін бөлкелердің рецептісімен бөлісетін боламын. Жіберіп алмаңыздар.